Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңызға батулы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Батыс Қазақстанда өрт салдарынан 40-тан астам адам эвакуацияланды. Эвакуацияланғандар Айтиев ауылының тұрғындары, олар иіс тиюден аман алып қалу үшін қауіпсіз жерге көшірді. Тілсіз жау шамамен 50 гектар аумақты шарпыған деп хабарлады ТЖМ. Өртті 100-ден астам адам сөндіріп жатыр. Өңірде барлығы 30-дан астам құрғақ шөп өртті болған. Облысқа өртті өшіруге тікұшақ жіберілді. Ең қиын жағдай Новополовкая кентінде. Өрт аумағы 25 гектар. Орманға өту қаупі бар. Болашақ кентінің жанында 4800 гектар аумақ жанған. Ондағы өртті сөндіруге 70-ке жуық адам жұмылдырылды. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.